Армысыз көрермен, сіздермен бірге арнайы шығарылымның кезекті саны Жетісай ауданында жалғасын тапты. Жалпы өздеріңіз білесіздер, ауданда бүгінде 190 мыңға жуық халық бар. Осы халыққа қандай қызмет көрсетіліп жатыр? Жалпы қызметтің сапасы, ішкі тыныс-тіршілік бүгін хабарда сіздерге барлығын көрсетіп боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Және де міне басшысы да өзі сыртта күтіп тұр екен. Бірге танысайық. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Саламатсыздар, қош келіпсіздер. Жетісай аудандық Мансап орталық филиалына. Есімім Қаныбек Олжас Болатұлы. Осы Мансап орталығының директоры болам. Жүріңіздер, ішке кірейік. Мансап орталығынан өздеріңізбен бірге көріп, танысып, қызметкерлермен, секторлармен біздің Мансап орталығы филиалы мекемеміз жалпы осы кіреберіс жаңа өзіміздің ресепшн дейді ғой, осы жерге келген азаматшалардың жаңа қайма не мәселемен келді, кімге бару керек, барынша осы жерде бағыт беретін қызметкерлер. Мынау біздің жұмыс беруші және жұмыс іздеушілерді қолдау секторы мамандары және консультанттары барлығы осы салда отырады. Келген жаңағыдай халыққа қызмет осы жерде көрсетіледі. Мына как раз бір кісі келген екен, бір көрейік, не мәселемен келген. Саламатсыздар ма? Қош келіпсіз. Біз қазір жаңа айтқандай, өзіміздің жаңағыдай қызметкеріміз тіркеп алады. Одан кейін жаңағыдай мәселесін тыңдап, ары қарай уже осы залдағы мамандарға уже жолдама ары қарай өз мәселесін тыңдап, арнайы мамандарға жолданады. Жүріңіздер, бір ішке кірейік тағы да. Бүгінде Жетісайда 190 мыңнан астам халық тұрады. Халық саны артқан сайын сұраныста көбейе түсетіні анық. Соған сәйкес Мансап орталығында ауқымды жұмыстар атқарылып, тұрғындарды жұмыспен қамту бағытында нақты нәтижелерге қол жеткізілуде. Статистикалық көрсеткіштерге назар аударсақ, жетістіктер көңіл қуантады. Жетісай ауданы Мансап орталығы аудан бойынша 190 мың халық бар. Сол жұмыспен қамту мәселесі бойынша жұмыс жасаймыз. Жалпы осы Мансап орталығының бағыттарын айта кетейін. Біз субсидиялардың жұмыс орындары, тұрақты жұмысқа жолдау және мемлекеттен берілетін қайтарымсыз 400 МРП грант, сол бойынша жұмыс атқарамыз. Және де мынау қосымша мүгедектігі бар азаматтардың квотасы жұмыспен қамту және пробация есебінде жүрген сотталған азаматтардың квотасы бойынша жұмыс жасаймыз. Жалпы былтыр 2025 жылы 12.707 адам жұмыспен қамтылған, жалпы ішінде тұрақтысы бар және уақытша жұмыс орындары, яғни субсидиялардың жұмыс орындары бар, жаңа гранты бар, барлығы соның ішінде. Енді 2025 жылы біз 148 азаматқа мемлекеттен қайтарымсыз грант бердік, 400 МРП көлемінде. Биыл 131 адамға жоспар. Әлеуметтік жұмыс орындарында 2025 жылы 706 адамға жолдама бердік. Биыл 400 адамдай жоспарымыз бар. Және күміс жас жобасы бойынша 2025 жылы планымыз 170 адам тұғын. Біз ол жерде асыра жоспардан артық орындадық, себебі жаңағыдай сұранысқа байланысты. Енді халық көп бізде ауданда. Соған байланысты сәл асыра орындадық. Жастар практикасы бойынша бізге 900 адамдай жоспар қойылған, және оның ішінде алғашқы жұмыс орны кіреді, яғни жаңағыдай оқу орнын бітіріп, одан кейін жаңағыдай іс жерде жұмыс істемеген болса, жаңағыдай әлеуметтік төлемдер аударылмаған сондай жас мамандар болатын болса, алғашқы жұмыс орнына және жастар практикасына біз жолдап, биыл жоспарды орындадық. Және бұл жерде ақылы қоғамда жұмыс 2025 жылға 1011 адамға жоспар берілген, оны біз асыра 1068 адамға орындадық. Енді бұл жерде барлығы жаңа президентіміз айтқандай таза Қазақстан экологиялық акциясына белсене қатысты. Ауданымыз құдайға шүкір бірнеше жылдан бері осы таза Қазақстан акциясы басталғалы бері әжептәуір тазаланып қалды. Жан-жақтағы ауылды округтар, елді мекендер ол акция әлі де жалғасуда. Апта сайын өзіміздің қызметкерлер де, аудан тұрғындары да оған белсене атсалысуда. Мынау кәсіпкерлік бойынша жаңа айтпақшы 148 адам, ол 148 адам қазір өзінің кәсібін бастап жұмыс жасауда.
Көбінесе енді біздікі білесіздер, біздікі егіншілікпен айналысатын аудан болғандықтан теплица, бізде в основном теплицасы бар. Енді біз мал шаруашылығына біз бермейміз, себебі бізде жайылым жердің сұрағы өте өзекті, себебі бізде жайылым жер жоқ. Сол себепті біз мал шаруашылығына көп бермейміз. Енді бізде жаңағыдай жұмысын басынан бастап жүрген сварщиктер бар, тоқыма, тігін фабрикалары бар. В основном тек сондай мәселелер бар, жаңа мебельный цех, пластик шығаратын цех, сондай мәселелерге ғана қазір таңда алынған. Енді жаңа бизнес идеясы бар азаматтар келіп жатқан жоқ. Келіп жатқан жағдай болатын болса, алдағы уақытта біз қолдауға дайынбыз барша. Бір жағынан енді тек біз осы комиссияның ұйымдастыруын ғана қамтамасыз етеміз, және қаржысын төлейміз, мысалы еңбек мобильді орталық тарапынан. Ал қалған шешімді комиссия мүшелері шығаратын болғандықтан біз тараптан ұсыныс алдағы уақытта назарға алынады деп ойлаймын. Енді әлеуметтік желілерде болмаса жаңағыдай енді қызметкерлер көше аралап, жаңағыдай хабарландырулар іліп, болмаса енді в основном қазір әлеуметтік желі, Facebook, Instagram деген қазір өте өзекті болып тұр. Сол жерде жұмыс жасаймыз барынша. Мансап орталығы өз официальный парақшасы бар. Сол жерден өзіміздің осы тұрғындар көріп отырады барлығын, жаңағыдай мәліметті сол жерден алып отырады. Егер кейбір кісілер енді бәрінде мүмкіншілік жоқ қой, бәрінде смартфон жоқ дегендей, смартфон жоқ адамдар енді өзімізге келіп ақпарат алып кетіп жүреді. Бос жұмыс орындар біз жалпы негізі былай айтқанда кварталына біреу екеу өткізетін тұғымыз негізі жаңағыдай жоспар бойынша да, бірақ одан артығымен біз орындағанбыз. Себебі жаңағыдай айтып отырмын, мүгедектігі бар азаматтар жұмыспен қамту, пробация есебіндегі азаматтар жұмыспен қамту, және мынау біз оңтүстік көп халық шоғырланған облыс болғаннан кейін бізде солтүстік жақтан көші-қон бойынша делегациялар өте көп келеді. Жаңада біздің өте көп адам қазір таңда көшіп жатқан кісілер бар. Және де мен жеке өзім 2024 жылы солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарына делегация ретінде мен де барып келдім. Осы біздің көшкен азаматтардың жағдайымен, әлеуметтік жағдайымен танысып келдім, көріп келдім. Ешқайсының ешқандай шағымы жоқ деген сияқты. Жалпы мынау сіздің сұрағыңыз бойынша барлық жәрмеңкелер жоспардан тыс орындалуда. Прокуратура органдарымен бірге жаңада делегация солтүстіктен келген, және өзіміздің жаңадан жұмыс беруші қазіргі таңда енді біз келесі аптаға жоспарлап жатырмыз. Яғни осы айдың ақпан айының соңына қарай қазір бізде мынау Дарбаза-Мақтаарал темір жол құрылысы жүріп жатыр ғой. Соған және мынау Отырарда Лихуа мақта өңдеу заводы бар. Сол екі заводқа жаңағыда бізден ниет білдірушілер өте көп болып жатыр. Сол кісілердің барлығын Құдай қаласа жұмыспен қамтимыз деген жоспарымыз бар. Осы айдың соңына қарай сол жерге жіберіп барлығын, яғни жаңағы еңбек шартын істеп заңды қамтимыз деп ойлаймын. Пробациялық есебінде тұрған екі кісі алды. Біреуі Нұрдәулет деген жігіт, біреуі Құрбанов Мұрат деген кісі тоже. Сол екі кісі пробация есебінде тұрған азаматтар 2025 жылы өз кәсібін бастады. Құрбанов Мұрат, енді қателеспесем, ол дәнекерлеу сварка. Ал Нұрдәулет деген жігіт, ол немен тәтті пісіріп сатады. Келіншегі екеуі, келіншегінде жұмыспен қамтыған, жаңа торт, жаңағы базарға булочка, печенье сондай істеп сатады. Қазір таңда екеуі де пробация есебінде тұрған азаматтар. Енді бізде мынау өздеріңіз көргендей кіреберісте өзінің қызмет көрсету бұрышы тұр. Ол жерде жаңа еңбек порталда, еңбек KZ порталда барлығы тұр. Енді қазір таңда барлық жұмыс берушілерден өтінімнің барлығы тек еңбек порталы арқылы түседі. Біз сол еңбек порталы арқылы ғана олардың өтінімдерін жаңа субсидиялардың жұмыс орындарына, тұрақты жұмыс орындарына берген жаңа бос жұмыс орындары бар, мысалы өздерінің соның барлығы жүзеге тек еңбек порталы арқылы ғана асырылады. Еңбек шарты түзіліп, содан кейін ғана олар жұмыспен қамтылады. Бос жұмыс орындары енді қазіргі таңда өзіңіз белгілі, мысалы элементарный жұмыссыз ретінде тіркелу, үйде жатып тіркеле береді. Жаңағыда өзінің компьютері, ноутбугі болатын болса, үйде жатып тіркеле береді. SMS код өздеріне келеді. Біздің мамандарға жүгінбей олай істеп жатқан азаматтарымыз да көп, және өзімізге тікелей жаңағыдай келіп қызмет алатын адамдар да көп. Енді бұл жерде былай процентный соотношениемен алатын болсақ, примерно бір
60% халық бізге келеді ғой. 60-70% халық бізге келеді, қалғаны жаңағыдай үйде отырып жұмыс жасайды. Қазір жаңағыдай өзіңізге айтқандай субсидиялардың жұмыс орындарына қатысып жатқан, жаңа әлеуметтік жұмыс орындары күміс жас жобасына жаңағыдай қайтарымсыз грант алған кісілер бар. Әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық жұмысшылар енді ол белгілі ғой, что олар бәрі көшеде жаңағыдай көше тазалап жүрген, жаңағы бәрі сол таза Қазақстан экологиялық акциясына белсене атсалысып жүр. Бұл жерде енді жастар практикасы бар, жастар практикасы бар. Енді қазір аралап қайтайық, енді мүмкіншілігінше. Нәтижелерді көзбен көру мақсатында аудан басшысымен бірге өңірді аралап атқарылып жатқан жұмыстармен таныстық. Сондай-ақ Мансап орталығы арқылы берілген қайтарымсыз гранттар мен жастар практикасы бағытындағы жобалардың жүзеге асу барысын көріп, олардың аудан тұрғындарына беріп отырған нақты пайдасына куә болдық. Ауданда атқарылып жатқан әрбір бастама кезең-кезегімен таныстырылды. Солардың бірі мемлекеттен қайтарымсыз грант алған кәсіпкер, ол 2025 жылдан бастап өз кәсібін дөңгелетіп келеді. Негізгі бағыты қолөнер бұйымдарын жасау. Бүгінде оның дайындаған сапалы әрі сұранысқа ие өнімдері тұрғындар арасында жоғары бағаланып, кәсібі тұрақты табыс көзіне айналып отыр. Қазір келген азаматшамыз Ергешева Ақмарал 2025 жылы қайтарымсыз 400 МРП грант иегері атанған. Өте үлгілі, жаңағыда осы ауданға үлкен көлемде қыз жасауын сатып, жаңағыда өзінің кәсібін жүзеге асырып жатқан азаматша. Жүріңіз бір қазір бір жұмыстармен танысып көрейік. Мен грантты 2025-тің шілде айынан бастап алдым. Мен бұл кәсіпке келу себебім бірінші осы Мансап орталығының Facebook несінен көрдім. Содан жаңа Мансап орталығына бардым. Мен қалай осындай кәсіп жасасам, осындай қызығушылығым бар, осындай кәсіпке деген. Содан грантқа қатыстым. Грант осылай болады деп маған кеңес берді. Содан грантқа қатыстым. Гранттан оң нәтиже алып шықтым. Содан осы жаңағы заттарымды алдым. Бірінші машинкаларымды алдым. Содан жайлап-жайлап аяққа тұрып, қазір қол астымда, Алла қаласа, өзімен 4 жұмысшы бар. Осы жерде жаңағы қыздардың жасауы бірінші орында. Содан той бастарлар, одан тойға қоржын нелер, бесік жасау, сол біздің басты жүрген. Осы дүниелерді жасаймыз. Өнімдеріңіз қайда шығады? Өнімдеріміз біз Астанаға, Америкаға да жібердік былтыр. Осы сентябрь айында. Шымкент, осы орталық. Алла қаласа, Алдағы жоспар бар ма? Алла қаласа, бұдан да кеңейтсек, жаңағы нені жұмысшы адам алсақ, бір 10 шақты қыз алсақ, сол үлкейтсек одан әрі. Аудандағы Күмісшаш жобасының игілігін көріп жүргендердің бірі Жұмашева Толқын. Ол бүгінде ауданда кондитер болып еңбек етіп, өз ісінің шебері атанып отыр. Мемлекеттік жоба аясында тұрақты жұмысқа орналасып, кәсіби тәжірибесін шыңдап, табысын арттыруға мүмкіндік алған. 2025 жылдың қазан айынан бастап Күмісшаш жобасы бойынша Нәзік Дастархан жеке кәсіпкерлік ұжымына жұмысқа келдім. Айлығы жақсы, кондитер өнім пісіремін. Жұмыс уақытыңыз қалай? Таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін жұмыс уақыты. Айлығы қанағаттандырарлық. Мемлекеттің арқасында жұмысқа қамтылып, айлығымды алып отырмын. Толқын апайды жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер Қарлығаш Шұлғауов ауыл 2014 жылдан бері кондитерлік өнімдер дайындаумен айналысып, тәттілер пісіру ісін табысты жүргізіп келеді. Бүгінде нарықта өз орнын қалыптастырып бірнеше филиалын ашқан. Ол бүгінге дейін Мансап орталығы арқылы 25 адамды тұрақты жұмыспен қамтыған. Өзі секілді кәсіпкерлер үшін орталықтың жобаларының тиімділігін ерекше атап өтіп, мұндай қолдаудың бизнесті дамытуға үлкен серпін беретінін айтады. Кәсіпкер мемлекет тарапынан көрсетілген қолдауға ризашылығын білдіріп, алдағы уақытта да бірлескен жұмыстың жалғаса беретініне сенім білдірді. Бұл салада жұмыс жасап келе жатқанымызға 2014-тен бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Қазіргі таңда 25 адамды жұмыспен қамтып отқан жайымыз бар Мансап орталығы арқылы. Бұл біздер үшін өте үлкен көмек. Әлі де болса
көбейтіп жаңағы жұмысымызды дамытқымыз келеді. Көп рахмет. Біздер осындай кішігірім кәсіпкерлерді жұмыспен қамтып отқанына көп рахмет. Ауданда жастар бағыты бойынша да жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Солардың бірі Медетәшір. Ол бүгінде аудандық жастар ресурстық орталығында тұрақты жұмыспен қамтылған. Бұған дейін аудандық кадр бөлімінде еңбек етіп, тәжірибе жинақтаған. Қазір сол алған тәжірибесін жастармен бөлісіп, оларды дұрыс бағыт-бағдар беруге айналысып жүр. Жастарға қандай мамандық таңдаған тиімді, қай салада сұраныс жоғары, жұмыс табудың жолдары осы секілді бағытта кеңес беріп, кәсіби бағыт-бағдар беру жұмыстарын жүргізуде. Мен 2024 жылы жастар практикасы мемлекеттік бағдарламасы арқылы Жетісай ауданы әкімшілігінің кадр бөліміне жұмысқа кірдім. Сол жерде 11 айдай қызмет атқарып, кейін Жетісай ауданы ішкі саясат бөлімінің жастар ресурс орталығына жұмысқа орналастым. Қазіргі уақытта осы орталықта жұмыс жасаймын, жастарға қызмет көрсетеміз, қолдау көрсетеміз. Өзім жұмыспен қамту бағытында жұмыс жасаймын осы жерде. Яғни жастарға жұмыс табуға көмектесеміз, жастарға мемлекеттік бағдарламалар туралы үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Және де бізде НИИТ санаты деген бар, яғни НИИТ санаты дегеніміз еш жерде жұмыс жасамайтын, еш жерде оқымайтын жастар. Солармен кездесулер өткіземіз, солардың үйлерін аралап, оларды жұмысқа орналастыру үшін барынша жағдай жасаймыз. Береке басы бірлік демекші ауданда жүзеге асып жатқан әрбір жоба ел игілігіне бағытталған маңызды бастама. Кәсіпкердің кәсібі өркендеп, жастың жолы ашылып жатса, бұл жүйелі жұмыстардың нәтижесі. Ел еңсесі еңбекпен көтеріледі дейді дана халқымыз. Расында да маңдай термен келген табыстың орны бөлек. Бүгінде атқарылған жұмыстар ертеңгі жарқын болашақтың кепілі. Ең бастысы ниет бар, қолдау бар, мүмкіндік бар. Ал мүмкіндік болған жерде өсім де өркендеу де қатар жүреді. Кәсіпкерлерге де жастарға да алдағы бастамаларына мол табыс пен толағай жетістік тіледік.